Бро, үй жаққа да келіп қалыппыз енді. Үйге қарай жайлап бара берейік. Кеттік. Бой, үйге деген тезірек жетіп алсақ. Алдында бос не болды? Мен біреу анаяқта қопарып жүр ғой. Дивомен. Алдында бос. Бос, баяғыда бос бірдеме айт. Бос бар ма әлі ол бос? Кеше келіп еді, ол уже кетіп қалды ғой. Мана үй өзгеріп кетті ғой, баяғыда қандай еді, қазір қандай. Досым, жайлап келші, жайлап келші. На кім? Анау мүсін ба? Қатырыпсыңдар мүсінді. На кімнің комнатасы? Маған кірілмей ма? Кім кілтеп сағаннан? Бот ба, мүсінің күшті екен еді, дос. Дос, базар жоқ үй. Мынау кімнің бөлмесі? Бой, үйін күшті екен, достым. Бізде алла берсе осындай үй алып қалармыз. Алдында бос бірдеме деп жатқан еді. Дос, кеттік, босқа барайық онда. Елес бар ма не, достым, үйіңде? Достым, елес. Қалай? Сыртқа шығу керек, сыртқа. Қалай? Достым, елес. Сыртқа шықсы. Достым, қаштық. Достым, босқа да келіп қалыппыз. Ма бостың казиносы ма, өзі отыратын? Достым. Жақсы. Бос қайда, біздің бос саңып қалдық қой. Бос негізі қай жерде отыратын еді? Ананы күткеніне жарты сағат болды. Қой, босқа бару керек. Біреу соқып қалды. Сообщение келген сияқты, көлікке барып отыра берейін. Дейт, картадан базардың стрелкасы көрініп тұр, қой кеттім, базарға барайын. Мынау ма? Достым, мынау ма? Біздің босты алдап кеткен. Короче, сен ананы атса. Болды, кеттіге, босқа барайық, болды, тема шешілді, достым. Достым, бір маған соғатқан сияқты. Алло. Кім екен бұл? Алло, айта бер. Кімсің? Кімсің сен? Қайдасың? Айт тезірек. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азатайым. Мен бүгін бұл киноны түсірдім. Бұл кино сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл жалпы кино емес, бұл типа қысқа метражды ғой. Типа қалай түсіндірсем болады. Бұл себебі аз қылған себебім келесі серияда мен былай өткізіп жіберем. Мысалы, жаңағы босты іздейтін боламыз. Сол кезде сіздер не үшін бұл былай болып кетті деген ой болмасын, түрмеден шыққаннан кейін неге былай болып кетті деп. Біз түрмеден шыққаннан кейін мені күтіп отырып, осындай бізге миссияны бос берді. Жалпы олар сен алдында бізге бірдеме берем деп еді ғой деген сұрақтарыңыз болса, ол бұлай болды. Ол кезде түрмеде отқан кезде мысалы адамдар келіп тұрады ғой хал жағдайын білуге, сондай болады ғой. Сол үшін сол кезде айтып кеткен болатын, біздің сценарий бойынша айтып кеткен болатын. Енді бұл сіздерге келесі екінші сериясы, бұл серия емес достар, сіздерге
бул жерде сиздерге кызык эмес болот деп ойладык да, сондуктан осындай тек кыска жерин өзүм түшүрдүм. Экинчи сериясын осыган 15 лайк жыйналган кезде түсүрөмүн, немесе 20. Сиздердин каалоолоруңуз боюнча мен сиздерге жакшы көңүл күй сыйладым деген ойдамын. Ал эми сиздер менин көңүл күйүмдү көтөрүп, каналга жазылып, лайк басып, топовый комментарияларды жазып кетсеңиздер, нур үстүнө нур болот. Я сиздер дагы айтатыным, 200 подписчикке жеткизбедиңиздер, керисинче минуска кетип атыр. 179, 180, кайтып карасам 178 сондай азайып калып жатыр. Сондуктан мен сиздерди өйтүп кыйнамай-ак GTA 5тен видео түшүрөмүн. Ал эми сиздер каналга жазылып, лайк бассаңыздар болду. Сиздер менен болгон Азатайм. Давайте.